Өтініш KZ сервисіне басты бетіне кіріңіз. Өтініш беру белгішісін басыңыз. Сізді авторизация бетіне бағытайды. ЭЦК және ДИТ арқылы авторлануыңызға болады. ЭЦК-ны таңдап, сертификат таңдау түймешігін басыңыз. Электрондық цифрлық қолданбаңызды сақтау орнын таңдаңыз. Пароль енгізіп, авторизациядан өтіңіз. ТАА-ЖСН туған күніңізге және байланыс мәліметіңіз секілді қорғалған ресурстарыңызға сервистің қолжетімділік алуын рұқсат беретініңізді растайтын хабарлама пайда болады. Рұқсат ету түймешігін басуыңыз керек. Сізді өтініш бетіне бағытайды. Мұнда өтініш түрін таңдай аласыз. Әрбір өтініш түрінен астында оның толық сипаттамасы бар. Өтініш түрін таңдаған соң, өтініш